Қайырлы күн достар, мен бүгін сіздерге өте нәзік, ара қарапайым түрде жасалынатын пирог түрін көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге бұл жерде керек заттар: ыдысымызға 2 жұмыртқамызды осылай салып аламыз. Бөлме температурасында емес, мен бірден холодильниктен алып бірден жасадым. Оған қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осы араласқан массамызға біз үстіне айранымызды құямыз. Айран менде 2-де 5. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызға разрыхитель қосып, осы неге електен өткіземіз. Массамызға қосамыз. Және жақсылап араластырып, ұнымызды 2 или 3 бөліп салғанымыз жақсы. Сонан бисквитіміз жақсы көтеріледі. Мұнда мен кішкене ғана ванилин салдым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Енді осы массамызға сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Барлығы араласқан массаға, біркелкі араластырған массамызды арнайы менде 22 сантиметрлік формаға пергаментный қағаз салып, осы формаға барлық массамызды толықтай құйып аламыз. Барлығын осылай жақсылап құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскен соң осылай формадан шешіп аламыз. Мен ыстықтай 2-ге бөлдім, көріп тұрғандарыңыздай. Мен арасына осындай шоколадный паста жақтым. Сәнде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен сахарный пудра сеуіп, бетін әсемдей салдым. Осындай пирогты жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Үйде қол жетімді заттардан әрі оңай, жеңіл түрде жасалынады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.